Достар, бұл подкастта көретіндеріңіз Астананың конференция лигасындағы жалпы мүмкіндіктер туралы айтатын боламыз. Бабаянның екінші құрам жібергені дұрыс болды ма? Витория Гимарайншпен бір ұпай жинағаны бұл сенсация ма, әлде қалыпты жағдай ма, және де Челсиге, АПЛ-ге қарсы қандай мүмкіндіктер бар? Астана плей-оффқа шығады ма? Осы туралы әңгімелесетін боламыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Сол екі ойында кем дегенде 4 ұпай алуға болады. Астана біздің футбол флагманы деп есептейміз. Не үшін Астана қазір осы маусымда сәтті маусым деп атайды? Абзалын білеміз, осы маусымда мүлде ойнамай жүр, енді бастап құрамның ойыншысы деп оны айта алмаймыз. Португалдар жеке былай алып қарайтын болсаң, әр ойыншысы мықтырақ та, бірге бір. Григорий Бабаянды мен көп сынаймын негізі. Сәлем достар, сіздермен Паримаш Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы және бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары Спорт Плюс Қазақстан телеарнасының екеуі де комментаторы Мади Жураев және де Дидар Есемов. Жігіттер, қош келдіңдер. Рахмет. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Керемет. Керемет па? Бізде жалпы керемет. Жалпы бүгінгі подкаст енді не туралы болатында айта кетейік. Жалпы Астананың осы жаңа ғана аяқталған Витория Гимарайншқа қарсы ойынын және осы Астананың енді алдағы перспективасын, Челсиге де сәл дайындық қалай болып жатқанда халыққа жеткізетін боламыз және осы Пафостың да ойынын бір айта кететін болайық. Жалпы енді қазір ойын аяқталды. Астана өз алаңында тырнақшаның ішіндегі Витория Гимарайншты 1-1 есебімен ойнады. Және бір қызығы Астанаға орталық стадион енді қаншедегімен бүгін ойыннан кейін баспасөз мәслихатында Григорий Бабаян былай айтқан болатын. Дәл осы Астана аренаның қолдауы жетпей қалды бізге. Себебі жаңа 30 мың адам айғайлап тұрған кезде біз мүмкін соңында бұлай босаңсымайтын бедік дегендей. Соңғы минутта гол жібере алмайтын бедік дегендей. Бірақ десек те Астана бір қызығы Алматыда әлі Еврокубокта 1-1 ұтылған жоқ. Сосын анау не ғой, Пафосқа барғанда Кипрға. Сол жерде де Астана аренаның қолдауы жетпей қалды. 80 негізінші минутта ма? Ол жерде Мұхаммеджан Сейсен болды ғой ол жерде. Жалпы енді осы ойын туралы бірінші сол Пафосты бір айта кетсек, енді біраз болды ойнағанға, бірақ білеміз Астана ол кезде чемпиондыққа таласып жатты дағына. Қанша жерден Бабаян екінші құрамы емес десе де, түсінікті екінші құрамды жіберді. Бұл жерде осы ойын туралы Мұхаммеджан Сейсенді тіпті бұдан кейін ұлттық құрамаға шақырыңдар деп кетті көбісі. 15 шақыратта деп ойлаймын мен негізі. Бүгін ақпарат шықты ғой, Ақтөбеге көшеді деп отқан. Ол ақпаратты да жаңа баспасөз мәслихатында сұрадық біз. Мен ештеңе білмеймін деді. Себебі кеше Мұхаммеджан Сейсеннің өзімен де әріптестер сұхбат жүргізген болатын. Сол кезде жақында келіссөздер жүргізіп жатырмын. Негізі Астанамен дегендей болды. Жақында жаңалық естісті деді, бірақ білмеймін, бүгін Ақтөбе туралы шығып берендер. Бабаян андай стандартный жауап берген сияқты. Ол да бар. Айтпайды олар. Ол да бар, Енді Пафос деген клуб мен қарадым, 2014 жылғана құрылған клуб екен, 10 жыл болды. Кезінде Астанада осылай бір жаңадан құрылған клуб болып Чемпиондар лигасында ойнап жатты ғой. Пафос қазір Кипр чемпионатында бірінші орында келе жатыр. Өте сенімді түрде келе жатыр. Біз білетін АПЛ-дердің өзі 5-6 орында келе жатыр. Сол Пафосқа қарсы Астананың екінші құрам алып барғаны, ол мен білмеймін, мүмкін мен қателесетін шығармын, бірақ мен Астанаға бір претензиям бар деп айтайыншы. Менің ойымша Қазақстан премьер-лигасының кез келген клубы Еврокубокты Қазақстан біріншілігі үшін құрбандыққа шалуға болмайды. Өте бір қате шешім сияқты да. Пафос пен жаңағы оның алдында Уэльстің клубымен ойнады ғой. Сол екі ойында кем дегенде 4 ұпай алуға болады. Болатын еді. Нью Сейнс деген команда трансфермаркет сайтына қарайтын болсақ, 2,5 миллионға ғана бағаланады. Бүкіл құрамы. Деңгейі төмен. Негізі Уэльс чемпионаты қанша Британия болғанымен деңгейі төмен. Сол команданы ұтуға болатын еді. Бірінші таймда 64% допқа елі кетеді Астана. Екінші таймда да плюс-минус сондай. Соққылар саны да жақсы. Нью Сейнс өзінің мүмкіндіктерін пайдаланып кетті да. Сол ойынға толықтай енді бірінші құрамды болмаса да араластырып апаруға болатын еді. Қазақстан біріншілігінде мысалы Тобылға қарсы жаңағы 100% бірінші құрамын шығарды. Неужели Тобылға қарсы сен Марочкин, Бейсебеков сияқты ойыншылар Тобылға қарсы ойнап бере алмай ма деген сұрақ та. Бірінші құрамы ойнап бере алмады ғой сол. Чемпиондық таласта ең маңызды ойын болып кетті сонымен. Уэльсқа барып үш ұпай алсаң, қазір бір 70-80%-ға группадан шығуын, плей-оффқа шығуын несін шешіп қоятын еді. Бүгінгі нәтижеден кейін оданнан бетер. Қазірдің өзінде осы Астана
жаңағы енді басқа ойындар басталмай тұра Астана 24-ші орында былай тіркелген екен. Қазір де тұр енді. Иә, Қазір ойындар жүріп жатыр, мен қарадым, қазір де 24-те тұр. Иә, сондықтан негізі сол Нью-Сейнске қарсы ойында көп нәрсе шешілген сияқты деп ойлаймын. Сол плей-оффқа талас кезін жаңағы нелері, мәселелері. Бірақ ол кезде енді бір түсіністікпен қарадық, өйткені Астанаға енді өткен маусымда да чемпиондық жеңе алмады, Ордабасы жылып кетті. Осы маусымда да сол чемпиондық таласта ұтылып қалса, онда кәдімгідей жаңағы клуб басшылығына сұрақтар туындайды. Өйткені енді дегенмен Астана біздің футбол флагманы деп есептейміз, оларға миллиардтап бюджет бөлінеді. Байқасаңдар, осы чемпионат біткеннен кейін, Астана чемпиондық таласта жеңіліп қалғаннан кейін бірнеше пабликтарда сразу жаза бастады. Астана соңғы 5 жылда мынаншама миллиардтар құртып жатыр, мынандай ойыншылар келіп жатыр. Сосын құртылған ақшасының көбісі жаңағы агентскийға кетеді, жалақыға кетеді, сондай пікірлер білдіріп жатыр. Осының бәріне жауапты сол біз чемпионбыз ғой, енді ал не дейсіңдер деген жауап болмады, иә, жауап бере алатын еді. Сондықтан Нью-Сейнспен қарсы, жаңа Пафоспен қарсы болған ойындарды сөйтіп құрбандыққа шалып отырды. Мен негізі Мадимен келсем, біздің қазақстандық клубтар Еврокубоктарда әрқашанда приоритет қылу керек. Өйткені біздің футбол үшін Еврокубок, мысалы, жақсы бір мысал бар, Чемпиондар лигасына Брест қатысып жатыр да қазір. Иә, топтық кезең деп, қалай общий этап дейді ғой қазір. Жалпы этап. Жалпы этапта, иә, Брест қатысып жатыр. Олар өздерінің Лига 1-дегі ойындарына толық екінші құрамды қояды да, Чемпиондар лигасына бастап құрамды кәдімгі бір апта бойы дайындап, сөйтіп сол жақта нәтиже тауып жүр. Өйткені оларға Еврокубоктық сайыстағы берілген жаңағы премиялар кәдімгідей клубқа көмектеседі. Сол бюджеттерін бір кәдімгі жақсартатын бір кезең болып тұр. Сондықтан олар ешқашанда лигадағы ойындарын неге Чемпиондар лигасына приоритет қоймайды. Сол мына конференция лигасында 32-36 команда өнер көрсетеді ғой, топтық кезеңде. Сондай ашық қарайтын болсаң, Астанадан бір бас жоғары, ары кетсе бір 7 команда бар. Иә. Мен енді келіспеймін оған. Енді бір бас жоғары деп айтатындай. Қалғандары налегке өтеді. Налегке, мысалы Челси, Фиорентина сияқты. Астанаға қарсы бір айдан анық фаворит болатын дейді. Олар екі бас жоғары сөзсіз. Бетис, Фиорентина, Челси дегендер бар. 5-7 тире команда. Қалғандарымен ойнауға болады да. Осы маусымда Астана егер бүкіл күшін осы конференция лигасын салатын болса, плей-офф 1-4 кезеңіне дейін, енді потолок 1-4 кезеңіне жетсе болады. Менің ойымша. Барлығын салса 1-4 дейін жетеді ол ұжым. 8-дікке де таласса болады деп айтсың ғой сен, жалпы осы. Жоқ, 8-дікке қиындау сияқты енді. Жалпы этапта мысалы 6 ойыннан 8-дікке кіру деген. Жоқ, бұл жерде негізінде... Бұл жерде енді Астанаға осы жалпы этапта бір андай Мәссаған деген қарсылас жоқ қой, Челсидан басқасы. Челсидің өзі... Екіншісі Витория болды ғой? Екіншісі Витория болды, бірақ Виториямен де ойнаса болады екен бүгін көрдік қой. Жалпы енді футбол жағынан болмаса да, жалпы нәтиже жағынан дұрыстап бір тактика таңдап, нәтиже алып келсе болатын еді осы Виторияға қарсы. Өйткені бұл жерде бір мәселе, ол Виториямен болатын ойын өз алаңында болып тұр да. Мысалы, сенің ең жеңіл қарсыластарын қаншама Пафосты Мадим ақтамаса да, ол ең бір жеңіл қарсыластардың бірі болды, сол Пафос пен Нью-Сейнс осы топтық кезеңде. Олар сырт алаңда болды да, ал мысалы осындай керемет жаңа командалар, сол Витория, мысалы Португалия премьерасының командасы, ағылшын премьер-лигасында Челсилармен Алматыда кездеседі, өз алаң. Енді қалай дегенмен Астана арена деп қазіргі таңда айту себебі жоқ деп ойлаймын, өйткені маусым бойы Астана Алматыда ойнап жүрді, уже үйреніп қалуы да керек еді. Сосын бұл жерде де кәдімгідей осы Еврокубоктық ойындарға келіп Астанаға жанкүйер болатын адамдар жеткілікті болды деп ойлаймын. Және Челсиға мысалы билеттерді 10 мың теңгеден деп қоймайтын еді ғой. Жоқ, сен бранды 3-0 есебімен ұтып жатсың ол стадионда. Одан кейін не әңгіме керек басқа стадион. Жоқ, иә, жалпы стадион негізі оң жағасына келіп тұр Астананың. Просто бүгін жанкүйер аздау болды, сөздің шыны керек. Иә, күннің суығы және енді Витория дегенді. Сосын мынандай мәселе бар. Даже орталық стадионның жұмыскерлері осыдан
бірнеше уақыт бұрын бүкіл жұмыс жаңағы бүкіл планның бәрі Челсиға дейді да, Викторияның ойыны туралы біз бәріміз ұмытып кеттік дейді. Сол жанкүйерлерде де сондай сияқты. Жанкүйерлер ғана емес, ойыншылардың өзінде. Бір қызық зат айтайын ба? Мынау делегаттар да келеді ғой УЕФАдан. Жалпы осы бір түрік делегаты келіп жүрді. Оның өзі бүгінгі андай осы уақытқа шейін көз жұмған заттарына көз жұмбай, тіпті анау ледке де новый лед алдыратын шығармыз, мүмкін УЕФАға заказ беріп, потому что мынау Челсиге болмайды деген әңгімелерді бүгін ойында мен өз құлағыммен естідім да. Челсидің сонда анау Витория, сосын Витория Бачкатополаға жетеді да, бұл көрмейді. Себебі енді Челси бір жағынан бұл жерде қарап тұрсақ, оның да ойы логикасы дұрыс. Себебі біз рейтингі жоғары ойын болады. Рейтингі жоғарғы ойын, одан қалса мынау слот біздің уақыт 8:30-да, Европа уақытымен 4:30-дағы слот бізде ғана бар. Бәрі көреді. Яғни бәрі көреді. Мысалы андай емес та, бір көптің бірі болып кетпейсің да, қатарда дыррррр тізіп ше. Біздің ойын бос адамдардың барлығы көреді, бүкіл назар осы жаққа аударылады. Сол үшін де кәдімгідей негізінде көп назар аударылып тұр. Челсидің представительдері келді ғой. Иә. Вообще ойынға бір ай қалғанда ма келді. Олардың сұрағандан айтайын сіздерге. Қандай туалетный бумага болады деп сұрады. Дұрыс. Пицца қай фирмадан болады деп. Каждый мелочь қарап кетті да, артынан келді. Олар жауап берді ма? Карина и Доминос деді. Додо пицца деген ғой. Додо пицца деген не ол деген ба? Өздерінің бір нелері бар екен ғой, бренд, мировой бренд. Осыдан болсын деп айтқан. Сосын кетіп баратқан кезде стадиондарың туфта деп айтып кетті. Да, Папа Джонстан қарағанда маған Додо жақсырақ. Бізге қойды ол, иә. Иә, Челсидің не өкілдері келді, жалпы стадионды қарады, жүріп өтетін жолдарды қарады, қалай келеді, қай қонақ үйде тұрады, қайсысы жақын дегендей. Бірақ енді қонақ үйдің туралы негіз менде ақпарат бар. Айтпақ қояйық. Айтпақ қояйық. Реал келген кезде Ливерпуль жанкүйерлері ұйықтатпай қойған ғой. Ұйықтатпай қойды. Айтпақ қояйық құрсын. Өзі бір андасында Челси келіп жатқан кезде жабайланбақ қояйық. Керек емес ондай. Жоқ, енді оны қай жаңағы қонақ үйде тұрады дегенге жауапқа негізі, сұраққа жауап негізі көп емес. Бір 2-3 жоғары деңгейлі жаңағы отельдер бар осы Алматыда. 2-3 жоғары деңгейлі бар, соның стадионына жақын біреуін таңдайсаңыздар деген әңгіме ғой. Но жаңа күнтізбеде шықты ғой басында ше, сол кезде басында Бачкатополо болды. Түсінікті ұтуға болады. Нью Сейнс, керемет. Алғашқы 2 ойында 6 ұпай еншілеп алуға болады дедік. Одан кейін Пафос жарайды. Тең ойнап қайтуға болады. Енді одан кейін Витория, Челси, Апоэл дегендер дедік біз. Жоқ, мысалы қара, дегенде, әрине жаңағы жалпы сол клубтардың тәжірибесіне қарата дедік та, бірақ осы маусымда енді Пафос даже Апоэлден мықты. Мысалы. Сондықтан мен ойлаймын, сен жалпы Пафостан ұпай алатын команда болсаң, онда Апоэлден де міндетті түрде сен ұпай алуға тырысу керексің. Әрине. Сондай нәрсе негізі бұл жерде енді түбінен біз анық аутсайдер болатын ойын осы Виториямен және Челсимен ойындар болып тұр да, бірақ ол 2 ойында да біз өз алаңда негізі Астанаға жақсы күнтізбе болды. Сол жағынан кішкене обидно да, сондай шешімге келген жаңа 2-ші құрам деген. Өйткені біз қанша дегенмен Астананы осы Еврокубоктық ойындарда Қазақстан бойы болып, барлық жанкүйерлер болып қолдаймыз ғой. Өйткені бізге жаңағы УЕФА коэффициенттер жаңағы таблицасына, кестесіне сол жерге ұпай керек. Мысалы, сол ұпайларды алып келгеннің көбісінің өзі Астана ғой. Енді Ақтөбенің де келесі жылы Европа лигасына қатысатыны, сол бүгін тағы да жарты ұпай әкеп тұр. Мысалға қарап отырсақ Астана бүгін енді тең ойнады, жарты ұпай. Сосын мынандай мәселе бар да, маусым бізде 1 наурыз күні басталды. Қазір мысалы декабрь ғой. 9 айдың ішінде 42 ойын өткізген. Астана. 42 ойынның жартысы жаңағы Еврокубоктар қызған кезге дейін өтіп кетті. Сонда мен ойлаймын да, неужели сенің ойыншыларың 30 ойын ойнап бере алмайды? Осы бір қысқа бір мерзім. Негізі өте керемет сұрақ. Мынандай да мен жалпы футболшылардың өздерінен естіп қалам да, шаршап кеттік. Сезон ұзақ болып кетті. Анау Қайраттың ойыншылары Таиландта демалып жатыр дегенде ше. Біз мына суық жерде Алматыда ойнап жүрміз. Айтам да, құрсын, сен футболшысың. Саған керемет мүмкіндік бар да, Европада ойнауға ше. Челсиге қарсы ертең мысалы миллион адам көреді ертең. Өзіңді көрсетші дұрыстап. Мүмкін біреу қызығып қалатын шығар. Хотя бір карандашқа түртіп алатын шығар. Ондайға сенім жоқ қой біздікілерде. Сосын бізде мынандай нәрсе бар да, Астана топтық кезеңге шықты, болды успех.
молодцы, вот успешсіз. Олар футболисттар да соны солай қабылдап алған. Иә. Мысалы, не үшін Астана қазір осы маусымда сәтті маусым деп атайды? Чемпион бола алмай қалды. Лига кубогын ғана ұтты да. Топтық кезеңге шықты, болды, олар үшін сәтсіз маусымда. Бүгінгі ойынға негізі сәтті маусым. Сәтті маусым, иә. Сәтті маусым деп санайды олар, өйткені болды, шықтық, болды, басқа ештеңеге керегі жоқ. Бірақ біз айтып жатырмық, Астана флагман, Астана осы Қазақстан футболының бейнесі деп ше. Ол команда өзіне ондай нәрсені позволять етпеу керек. Екінші құраммен ойнау деген мен үшін вообще түсініксіз нәрсе. Осы сұрақты да қойдық. Сол кезде Бабаян былай айтты, егерде не үшін бұндай шешім олай болады деген болатын болса, бізбен бірге бір 3 матчқа жүріңіздерші деді. Кез келген журналист. Сосын түсінесіздер деді. Бұл жерде басты мәселе сен айтып отқан ойындар саны емес, оған шыдау емес. Самолетпен, логистика ғой, ары бері ұшу да. Соны біздікілер сылтау жасайды. Қазақстан премьер-лигасына 3 күн сайын ойнау деген болмайды деген сияқты әңгіме. Өйткені сен ұшып келесің, кетесің, бір қалаға келесің, кетесің. Ол жерде сен даже предигровой жаңағы тренировка жасадың. Болмаса ол андай бір дайындық жасайтын тренировка емес, құрып остановительный бір тренировка болады. Болды. Сөйтіп қайттан ойын дегендей. Бүкіл енді былай қарасаң бүкіл Европа солай ойнап жатыр ғой қазір. Бірақ бір несі тағы да айта кетейік, Астана енді биыл білеміз ғой, ешқандай чартермен ұшып жүрген жоқ. Барлығы кәдімгі регулярный рейс дейді ғой. Жаңағы Дохаға шейін жетеді, немесе Стамбулға шейін жетіп жатты. Сосын ары қарай сол кәдімгі рейспен мүмкін бір түн түнеп шығатын да кездері болып жатыр. Витория Гимарайнш, мен өте таң қалдым бүгін. Кеше ойын алдында баспасөз мәслихатына барған кезде 7 ме 8 бір журналист келді. Жалпы Европадан клубтар келгенде ол нормальный, чартерге салып алады оларды. Сонымен жарайды, түсінікті, нормальный, қалыпты жағдай ғой. Командамен бірге келдіңдер ме? Иә, бірге келдік деді. Бүгін ойын болды. Қарасам, жанкүйерлер бір 30 шақты жанкүйер тұрды. Сосын барып сөйлестім. Қош келдіңдер, осылай жаңа сұхбат алдым дегендей, қалай келдіңдер десем, чартермен келдік дейді. Емен тұрып, в смысле чартермен келдіңдер деймін ғой. Бұл жерде команда алып келген, ойлайсыз, 30 жанкүйерін команда, то есть сен футболистерің отырады, журналистерің отырады, еще жанкүйерлеріңді 9,5 сағат ұшып келген ғой. Енді бұндай алысқа баратын бір выезд болса, жанкүйерлерсіз қалмайық деп ол сол клубтың жасаған дүниесі ғой. Бұл жерде қарап тұрсаң андай керемет дүние де. Мысалға бізде әйтеуір чартер бар ғой. Бізде алмақ қойсын ешкімді. Футболистерге чартер жасап беруге болады ғой. Негізі чартерный рейс деген обязательно қымбат рейс емес. Бұған кішкене сен андай табу керексің ғой. Иә, сол амалын тауып. Афганистаннан самолет алдырсаң да кетіп алуға болады ғой. Ол негізі сен мысалы андай күнделікті жаңағы рейстерге билеттерді сатып алып не істегенін тура сол бағаға, мысалы ол жерде көп адам ғой, сол бағаға чартерный рейстерді таба аласың сен негізі. Бірақ оған іздену керек, оған заранее жұмыс істеу керек, сондай нәрселерге. Документациясын жасау керек. Енді оған артист адамдар болу керек қой. Маусымда тек қана футболисттер емес, получается сотрудниктардың да маңызы бар да. Әрине, бұл жерде енді клуб деп құрдан-құра айтылмаған ғой. Клубтың әр жұмысшысы өзінің жауапкершілігін атқарып не істесе, сондай жоғары деңгейлі жаңағы нәтижелерге жетеді. Түсінікті. Енді мынау айтып жатырғы, жаңа Пафосқа қарсы дұрыс емес дегендей. Бүгін енді Виторияға қарсы ойынына келетін болсақ, кеше Виторияның бас бапкері сол ойын алдында баспасөз мәслихатында айтты. Ертең кенеттен бір жеңіліп қалсаңыздар деп сұрақ қойды бір әріптесіміз. Сіздер үшін трагедия бола ма дегенде ол тұртта бізде жалпы сценарийімізде ол жеңілу деген дүние жоқ деді. 9 ойын қатарынан жеңіп жатыр конференция лигасында. Мен тұрдым да сол кезде дедім. Сендер Алматының погодасын білмейсіңдер ғой дегендей ше. Олар кеше Алматыда қыдырып шықты ғой. Қалаға барып жаңағы қар жатқан жерлерді қарды ұстап дегендей, олар үшін де кішігірім экзотика болды. Сосын анау маған жалпы бір ұнағаны негізі қазір енді соцсеттердің дәуірі ғой, әлеуметтік желіде барлық ақпаратты білесің. Сол Витория Гимарайнштың жаңа соцсеттерін қарасақ, кәдімгі Алматының жаңа орталық стадионын суреттеп, анау неше түрлі мемдер қазір шығып жатыр, соны не істеп дегендей. Сол жағынан олар үшін де бір тек қана спорт жағынан емес, басқа да бір андай кругозор жағынан Виторияның жанкүйерлеріне бір қызықты выезд болған секілді деп ойлаймын. Ал енді футболға тоқтасақ, бүгін енді көрсетті ғой не үшін сондай майндсетпен олар ойынға дайындалған.
қандай бір нәтижеден сен ұтылып жатсаң да ойының жүрмей жатса, мысалы моменттер реализация болмаса да әйтеуір тырысып соңына дейін добегать етіп не істейді, сол еуропалық деңгей деген сол ғой негізі. Еще үлкен клуб емес қой Витория Гимарайш, Португалия спортинг жаңағы. Сол үшін да олар почти енді бірінші рет деп айтса да болатын шығар бұндай мемлекетке келіп. Сол үшін да көрсетіп отыр. Ал ойынға келетін болсақ, Астана үшін, футболшылар үшін шыны керек маусым жаңағы кубок лиги болды ғой. Сол финалдан кейін бітіп қойған сияқты ше. Сәтті маусым бітті, бұлар тойлады. Мына ойынға психологиялық тұрғыдан мүлдем қысымсыз келді. Футболшылар да біз сияқты Челсимен ойынды күтіп тұр. Мынау негізі бір Челсидің алдында бір шоу матч сияқты жай ғана. Сондай слишком андай бос ойнады жігіттер ше. Бос болғанда қалай? Без давления, без лишнего мандража. Бірақ с кайфом. Жүйелі футбол ойнады, с кайфом ойнады. Да, там бір жерде жетпей жатты, где-то позицион ашып қойды, бірақ не жоқ. Потерянный емес футболшылар. Не істеу керек екен? Ұтылып қалсақ не болады? Жерден алып жерге салады ау деген болған жер. Сол анау кубоктан кейін, финалдан кейін бұларға жаңағы турнирдің давлениесі өшті. Қазір енді чисто в удовольствие ойнап отыр. Сосын енді мықты құрам шығарды ғой. Ешбір андай жарақат деген мәселе жоқ. Мысалы Грипши ма? Біреу бар енді. Абзал Бейсебеков ауырып қалды. Енді Абзалын білеміз, осы маусымда мүлде ойнамай жүр. Енді бастап құрамның ойыншысы деп оны айта алмаймыз. Енді осы ойынға бастап құрам шықты ғой. Ешбір мәселе туындаған жоқты. Жарақат, анау мынау деген сол мықты легионерлердің бәрі шықты. Сол Грипши болсын, Гажукола болсын, Барталец, Калайца, кім бар тағы, Тамасов дегенде. Бәрі шықты ғой, Бәрі шықты. Сондықтан бұл жерде енді жалпы Астананың деңгейі жоғары болды деп ойлаймын негізі. Осындай құраммен нәтижеге жетсе болады. Оның дәлелі де ойында көрдік қой, сол Джеффри Чинеду бір-екі эпизод болды, мысалы. Анау тіпті гол соғып алып, жаңағы жерде фол не істеген момент енді. Білмеймін, мен үшін, мен тура алдында болды сол эпизод ше. Тура мынандай жерімде болды, мен көрген жоқпын шынымды айтсам. Сен бровкада тұрдың ба сол? Қол мынандай болды. Атмашка сияқты болды, бірақ динамикада да, былай да, өзімнің жаңа түсіргенімде де влог түсірдім ғой, былай қарағанның өзінде де бір қырған бір бетіне былайынан тиіп жатқаны болған жоқ та. Бүйтіп сәл сырса сырған шығар енді, бірақ соның өзіне соған еще сары қағаз беретіндей жағдай емес. Сары қағаз ол жерде, Төреші аяғына дейін ойнатып, гол соғылғаннан кейін сықырды ғой. Ол перестраховался ше. Вардан көрем деп, бірақ вардан барып көрген кезде бізге көрсеткен қайталауда контакт көрінбейді. Мүмкін варда енді басқа вар, мысалы, ойында болып жатқан нәрселерді көре алады. Біздікілер ғой түсіретін. Сол біздікілер ғой түсіретін. Еуропада түсірсе әңгіме жоқ. Біздікілер солай түсірді, вар солай ғана көре алады. Дұрыс бағасын бере алмайды, өйткені көрінбейді ана контакт болған жер. Мүмкін вардың өзінің бөлек бір камералары болған шығар. Болмады ма? Трансляция. Ол жағын енді нақтылап білмедім. Бірақ негізі енді мен динамикада ана жерде былай болды ғой, ана жерде Чинеду келетса, анау бүйтіп келді да, атмашкасы трансляцияда көрінбей қалды мүлде. Сосын повторды көрсеткенде анау кадрдың жартысын былай кесілген кадр болып қалды да, ол жерде де көрінбеді. Мүмкін төрешіге жақсырақ көрінген шығар, білмейміз енді ол. Екінші таймда төреші сәл бір Астанаға қарсы ойнағандай болған жоқ па? Жауратпаған шығар. Сықырғандай. Себебі бірдей контакттар болып жатты, бірдей ойын тәртібі бұзулары болып жатты да, бірақ Астанаға қарсы ойын тәртібін бұзғанда сықырық шалмайды. Виторияға тиісіп қалса сықырық шалып жатқан сәттер болды. Виторияның ойыншылары сөйтіп құлай алады да просто. Ол бар. Жалпы күйдіреді осы. Жалпы португалистарды білеміз ғой енді сондай мәселелер. Ол бар енді. Ол дүние бар, кәдімгідей азаматтарға құлайды ғой. Ақырып тұрып кәдімгі. Ана жерде Оскар алатын жігіттер ғой негізі. Негізі, Португалдар жеке былай алып қарайтын болсаң, әр ойыншысы мықтырақ та, бірге бір. Алдап кетеді, қысқа пастырмен өтіп кетеді, бірақ жаңа айтқандай жүйелі футбол 5 қорғаушымен ойнады Астана. Сосын қорғанған кезде 5-4-1 болып, екі қатар ғой, бір оны екі қатар, соны бұза алмай жүрді бұлар біраз уақытқа дейін. Ойын қай кездесінде 67-68 минуттарда. Осы барын шыққан кездесінде. Португалдар 3 па 4 па ауысым жасады. Сол ауысым алаңға кірген ойыншылар Португалдардың ойынын күшейтіп жіберді, ал бізде керісінше болды. Бізде ойынды күшейтпеді. Бұл енді жаңағы жүйе болғанда ол тек қана қорғаныста болған жағдай ғой. Бірақ ол енді көбінесе болған жағдай. Бірақ не болды? Бірдеңке түсіп кетті ғой, ема. Кеттік. Жалғастыра берейін ба? Бірақ позициялық шабуыл болған кезде, мысалы, сол Амановичтің өзі де жоғарылау көтеріліп, сол баяғы анау опоркада жүретін жаңағы рөлін атқарып жүрді. Сондай мәселе болды.
негізі Астана үшін 1-1 деген өте жақсы нәтиже. Өте жақсы нәтиже. Негізінде мен ойынға дейін де негізі бір ұпай мынандай болды да менде. Жаңағы букмекерлер не берген қарай салайыншы деп кірсем, Виторияға 2 беріп тұр. Астанаға 4.26 беріп тұр. Сонымен мен дедім, бұл жерде бірдеңе бар. Және ойынға дейінде негізі біз бүгін бір ұпай алсақ керемет нәтиже Астана үшін. Себебі жаңа Витория 9 ойын 9-ын ұтқан дедік. Негізгі кезеңде 3 ойынның 3-ін ұтқан. 100% Челсимен бірдей келе жатқан клуб бір ұпай алып қалсаң зор ғой. Бірақ енді 89 минутта жіберген кезде андай человеческий фактор ойнайды да. Ұту керек еді деген. Ондай бар. Бірақ жалпы енді матчта былай толықтай суммировать етіп көрсек, Витория қаншама подход жасады, наиграли. 2 рет қақпа маңдайшасына тиген. Бір емес, бірнеше гол соғатындай ойын болды негізі Португал клубқа. Сондықтан бұл жерде енді 1-1 сақталып қалғаны шүкір деп не істесек. Бірақ Астананың да 2-ші гол соғып кетіп ойынды өлтіретіндей мүмкіндіктері болды ғой. Тырмасов пас бермейді бір жерде. Кәрімов кірген кезде Ченедуға бере салатын жерде бермеді. Бірақ енді 1-1 деген мен ойымша справедливый результат болды. Мынандай сұрақ бар тағы да. Астана жалпы білеміз, Астана емес, Бабаян деп айтайықшы. Осылай 1-0 есебімен жеңіп жатқан кезде қорғанысқа көп назар аудара бастайды. Бачка Топалымен болған ойында айтып отырсың ғой. Сөйтті. Мысалға бүгінгі ойында да алды да Грипшиді алып тастайды да орнына Осей Барнс шығарады. Сенің опоркада ойнап жүрген негізі Эбонгта ол кезде сары қағаз болды. Эбонгтың орнына шығарасаң, позиция Грипши, жаңағы сәл алға қарай доп алып шығуға оңайырақ қой. Допты да керемет ұстайды. Одан қалса соңында алды да Марочкинді шығарып отыр кәдімгіше. 1-1 ойнағанның кезінде Марочкинді там 3-ші орталық қорғаушы. Осы стиль, яғни тым андай бір қорқақтау, жаңа есепті сақтап қалу, бір абайлау стилі ма, қалай енді білмеймін. Бұл мен ойлаймын жалпы осы постсоветский жаңағы менталитет қой. Мен жалпы осы Еврокубокта осы Ресейдің командалары, мысалы басқа да осы КСРО-ның экс-мемлекеттерінде көбінесе сондай жағдайлар туындаған кезде кәдімгі біз матч соңында қорқақтанып не істеп. Өйткені оның бір себебі менің ойымша физикалық тұрғыда біз толықтай шыдай алмаймыз да, соған перестраховка жасап, просто тупо количеством обороняться етіп жүрейік деген оймен не істейді. Сосын енді менталитет дегенде бар, жалпы сол психология, мысалы Витория Гимарайнш әр ойында біз жеңіске жетеміз деп сондай майндсетпен шықса, бұл жерде ұтып жатырық 1-0-ді ұстап қалу керек деп кәдімгідей не істейді. Және бапкерлер де енді олар да адам ғой, бәріміз пенде дегендей, ол сол мына есеп сақтап қалсам, мен герой болам, не істеу керек, Марочкинді шығару керек. Ол еще қолда бар ресурсқа қарайды да. Алаңның ортасын күшейтетін сенде адам жоқ. Шынымен күшейтетін адам жоқ. Астанада жоқ, Адам жоқ, сен ортадағы біреуді ауыстырып тастай алмайсың. Шабуылдауға күш жетпейді. Естественно, қорғаныс күшейтесің болды. Бірақ Марочкинді бір 3 минутқа кешігіп қойған сияқты шығаратын. Именно соның зонасы ғой, сондай силовой, бой ұзын қорғаушы керек жерде. Сол одан қалса Осей Барнстың шыққаны да менде мынандай болды да. Осейді біз Нью Сейнсқа қарсы және Пафосқа қарсы көрдік ойынын. Басқа кезде көре алып жүрген жоқ, себебі маусым басында жақсы ойнады, бірақ Нью Сейнске қарсы Осей кәдімгідей осы маусымдағы ең нашар ойынын өткізді. Былай қарапсақ, легионер деп алып келді оны, былтыр Камара екеуі жаңа Динамо Тбилисиде мықты ойнады деді. Алып келді, білмеймін, керек кезінде көмегін жасаған жоқ. Енді жалпы Осей осы маусымда өте нашар өткізді деп айтсам болады. Өйткені анау маусымның бірінші жартысында да қаншама жаңағы Астананың жалпы андай нәтижелерінің бәрінің сол себепкер жалпы командалық ойын ғой, әрине, бірақ сол легионерлерден көп күтесің ғой, өйткені олардың жалақылары басқаша дегенде оларға көзқарас басқаша. Одан легионер деп әкеп отыр ғой оны. Сосын олар футболист, еще легионерлер көбінесе капризный келеді да. Он еще попасть надо. Кому здесь понравится? Қазақстан кімге ұнайды мысалы ше? Премьер-лига, стадиондар, менталитет, жанкүйерлер. Мүмкін ол вообще бұл жерде жүрген өкініп жүрген шығар. Кетіп қалды солай екеуі. Сөйтіп кетіп қалған. Масурус пен кім? Калитес басында кетіп қалды ғой сөйтіп. Астанадан екеуі тұрды да қазақ футболдың ерекшелігіне үйрене алмады деп. Көңіл күйіне жақпаса. Урега дегенді қуып жіберді, сосын. Уреган қуып жіберді.
қуып жібергенде керек емес болды, сонымен бітпейді да, тиын төлеп. Оны айтамыз, Килиан Мбаппе Реалда сондай ғой. Иә. Не в своей тарелке болды, ойыны жүрмейді ол. Келісесің бе, не в своей тарелке екенін? Иә, енді бұл жерде сол нәрседен Григорий Бабаянды мен көп сынаймын негізі, бірақ бір жағынан жақсы бапкер да, бірақ чересчур легионерлерге қатты бір пиететпен қарайды. Оны да айта кету керек. Сенде мысалы ұлттық құраманың ойыншылары маусым бойы запаста отыр ғой. Қазақстан ұлттық құрамасы. Флеш-скордан ашсаң Қазақстанның флагымен бүкіл скамейка запасный қой әр ойында. Ей, сен хотя бы кішігірім ротация жасашы. Бар ғой бар енді, Быстровты бір жүгірткізіп қой, Исламбек Қуатқа уақыт беріп қой, кішкене олар тонуста болсыншы мысалы. Сөйтіп оларды скамейкада мариновать етіп келеді. Ал енді сендер Ньюсейнске қарсы ойнай салыңдар деп. Ол да бар, бірақ сосын Ньюсейнске қарсы болсын, Пафосқа қарсы болсын, білмеймін енді, мүмкін ол кісілер көрсе маған енді ренжитін шығар. Тимур Досмағамбетов пен Абзал Бейсебековтің төмендеп кеткенін көрдік қой деңгейде. Төмендеп кетесің ғой сен. Маусым бойы. Сен психологически басып тастаған ғой. Сен керек емес адам сияқты скамейкада отырасың да, андай ғой. Бір жаман естілетін шығар, может, иә. Бірақ аямайсың ғой бір адамдарды. Сендер бара салыңдар деген сияқты жіберіп жатыр да. Олар да оны біледі ғой. Мясоға дейсің. Иә, мясоға сен бір тебя не жалко деген сияқты. Бірақ ол жігіттердің де бір андай амбициялары бір не істеген сияқты да, өздері. Мысалы Астанадан да олар кеткісі келмейді. Мысалы Мұхамеджан Сейсен жаңа айтып жатсыңдар, ол да Астанаға келіп, жақсы жалақы, енді Астанада білеміз андай жалақылармен уақыт кешігу деген жоқ та. Мысалы комфортный условияда сен жүресің, всегда хоть общий рейс болса да жалпы перелет болады, андай сен пойызбен жүру деген әңгіме деген жоқ сияқты. Жалпы енді жағдай жасап береді саған ойнауға маусым барысында. Сондықтан олар да қосалқы құрамда отырса да бір барып бір Өскеменнің командасына ойнайын немесе Қызылордаға барып ойнайын деген ешкімде ойда туындамайды негізі. Одан қалса Астана биыл Алматыда өзінде ойнаған кезде, Алматы білеміз ғой, қандай қала екен. Ертең Астанаға барады. Өмір сүру отбасына да не жақсы да? Мысалға ойнауда жақсы, Астана. Ойнауда жақсы, өмір сүруде мысалға енді Қостанай болсын, енді Қарағанды, Семей, Өскемен салыстырмайсың ғой енді, сөздің шыны керек ше. Шымкент болсын мысалға ше, Алматы мен Астанада өмір сүрген жақсырақ. Қазір мүмкін сол Шымкент қана бір деңгейлес қала деп. Үшінші қала ғой енді. Иә, үшінші қала, бір жақындап келе жатқан қала деп айтсақ болады, бірақ енді әрине жаңағы облыстық қалалармен салыстыруға қатты келе қоймайды. Сол бізде Қазақстанда негізі футболшылар қатты бір зона комфортада да. Шынымен бұрыннан айтылады ғой. Сосын андай бір бұрыннан әңгіме еститін, білмеймін, шын өтірігін. Футболшылар Астана осыдан 1-2 жыл бұрын конференция лигасында ойнады топтық кезеңде. Соңғы ойындар ұмытылып отыр. Былтыр ойнады. Иә, былай айтады, футболдың жан-жағында жүрген адамдар айтады да, біздің қазақстандық ойыншыларға плей-оффқа шығу невыгодно дейді. Өйткені ерте сбор. Иә, сезон бітпейді ғой толықтай. Ана қарайды, мысалы жаңа Қайрат демеш, Қайраттың балалары Гавайда жүр, Турцияда жүр, бұлар плей-офф ойнау керек, тағы дайындалу керек. Ұшып кеткен выгоднее дейді олар. Сол осы менталитет бар ғой, осы жаңа ойды түсінбейсің да. Сен не үшін футболшы болып жүрсің онда деген ше. Сен амбицияң болмаса, күнделікті тапқан бір ай сайын түсетін 10 миллион дейсіңші орта есеппен ше. Ол түсе береді ғой, ол сен одан да көп возможность бар ғой ар жақта. Бізде сондай бір психология қалыптасып кеткен. Сен мысалы КПЛ-ға жетесің ба, бұл сен потолок. Мысалы Астана ол потолоктың потологы, мысалы біздің қазақ футболшыларға. Болды, одан ары өсем деген ешкім жоқтандай не. Мысалы Рамазан Оразов секілді майндсетпен ойланатын футболшылар өте аз бізде. Мен сыртқа барып, Еврокубоктарда ойнап, топ-5-ке барайын дегенге мысалы. Сондай футболшылар санаулы бір, мысалы Ян Вараговский барып келді, аняқа барды, өте алмады, сол деңгейге шыдай алмай келді да. Жоқ, жақсы ойнады, бірақ тиын мәселесі, ақша мәселесімен болды. Иә, сол ғой енді сен соның бәріне шыдау керексің ғой. Ол жерде де ақша мәселе қалай, сен мысалы Ян барады, ол жерде 1500-2000 евро алып жүр дейші. Өте төмен. Ян болса, осы жерде сол 10 есе көп алады да, мысалы кеткен кезде салыстырмалы түрде. Сол жерге барады да, мен осы неге не істеймін деді. Құрамда, бірақ конкуренция жеңу өте қиын, ол жерде не істеу өте қиын. Сосын сен ол жерде легионерсің, спрос екі есе болады. Спрос екі есе,
жалпы сол бәсекелестікке шыдау өте қиын. Сондықтан соны шыдай алмай келіп қайтадан Қазақстанға оралғаннан кейін мысалы сен бірақ енді ол самый неочевидный пример да, өйткені ол Астанада әйтеуір бастапқы құрамда шығып жүріп топ деңгей көрсетіп жүрген ойыншы енді маусым барысында. Мысалы Рамазан секілді, жаңағы Бахтияр Зайнудинов секілді ойыншылар өте аз. Бізде кім қазір Астанада мысалы қосалқы құрамда неде отырған, скамейкада отырған тек қана Исламбек Қуат шығып көрді, өзін сынап көрді мысалы. Химкиға барды, Ресейде тағы қандай бір клубта ойнады ғой ол? Оренбургта ойнады. Оренбург, Абзал Бейсебеков баяғыда коронаға ма бір жерге барып келді емес пе? Польшаға бір жерге. Бір барды да қой. Рахмет, мен Астанада деп. Мысалы Марат Быстровты өзін не істеп сынап көрді да, қазір келді, болды. Спокойно деген сияқты. Сол зарплатаны мынаяқтан алады, даже одан көп зарплата алады мысалы. Түсінікті. Енді Астана енді 4 ойын өткізді. Қазірден 4 ойыннан кейін 4 ұпай, 2 гол соққан, 4 гол қақпасына жіберген. Бір қызығы, Астана білеміз, бірінші ойында Башкиртополдан отқан кезде стандарттық жағдайдан гол соққан болатын. Кажукол соқты. Бүгін стандарт емес, ауттан кейін Калайца соқты. Астананың өткенде осы Лига кубогының алдында бір статистиканы қарадым. Стандартты жағдайдан тек қана бұрыштамадан 5 гол соққан екен осы маусымда. Бірақ конференция лигасында енді стандарт қой екеуі, екі голын өзінің екеуден солай соғып отыр. Бұл деген енді одан қалса, бұдан да тағы да алып келетін дүние. Бабаян ЦСКА-да кезінде жұмыс жасады ғой, көмекші болып. Федотовтың ба біреудің көмекшісі болды ғой. Сол кезде бұл стандартты жағдайларға жауап беретін бапкер болды. Осы мәселе қаншалықты Астананың енді ойыннан гол соқпай жатқаны кері немесе жақсы әсерін тигізеді? Сен екінші номермен ойнаған кезде, стандарт бір опция ғой. Иә, стандарт немесе қарымта шабуыл. Болды ғой, екі-ақ опция ғой сенде. Қарымта шабуыл жүрмей жатыр ма, значит стандарт. Екі-ақ варианттан соғасың ғой. Бірақ бұл жерде енді бұл тек қана жаңағындай бір дайындық деп айтуға болмайды. Бұл жерде енді удачада жол болды деп айтсақ болады. Өйткені мысалы Бранимир Калайцаның голы, енді ана жерде Витория Гимарайнштың ойыншылары Калайца солай істей алады деп ойламағанды сияқты. Төртеуі қарап тұр ғой. Иә, қарап тұрды, анау кәдімгі доптап, бұрылып алып дегендей кереметтей соққы жасап. Сондықтан бұл жерде әрине біріншіден сол аутты қалай олар ойынға кіргізген те маңызды, өйткені тура штрафнойға лақтырды, не істеді. Бірақ сол жерде енді Калайцаның да сондай тапқырлығы прям моменте жасап кеткені күшті болып кетті. Бір қызы Калайца ойынның басында бір 6-шы ма 7-шы минутта бұрыштамадан кейін соққы уақыттады ғой. Январ Госкимен соғысып қалды, басы жарылып кәдімгі қан ағып отырды, басын таңып алып жүрді. Және Калайца осы дәл осылай гол соға алатын негізі Атырауға қарсы да көрсетті ғой. Дубль жасады ғой. Хет-трик жасайтын мүмкіндік береді, бір голын алып тастады. Доп қолға тиді дегендей. Сол үшін де енді бір ұпай алып келді. Қазір сол 4 ұпай, алда 2 ойын бар. Біреуі жаңағы Дидар айтпақшы, өз алаңымызда қайтадан өзімізге ыңғайлы, күн қайтадан 12 желтоқсан күні өте салқын болады. Челси келеді. Челси дәл қазір ойынын аяқтады. Қонақта Хайденхаймды 2-0 есебімен жеңді және бұларда 4 ойыннан кейін 100% нәтиже. 12 ұпай, бұнда ешкімде жоқ. Боп қалу мүмкін енді Легияда қазір түнде бастайтын ойында және осы ойынның өзіне де Челси былай қарапса Хайденхаймның өзіне де бастады қайтадан. Бұрын Тайрик Джордж бен Раксаки ғана жүретін болса, бұл жолы бір 6 молодежкадан бала кетті. Осы ойын туралы енді айтсақ, қандай құрам күтеміз және де Астана не істей алады деген? Манчестер Юнайтедпен ойын флешбек қой примерно. Солай болса, керемет емес пе негізі? негізі? Манчестер Юнайтедте еще более-менее жұлдыздар келді ол кезде. Кім? Шоу. Жоқ, мен ол ойында болдым, Манчестер Юнайтедте болып, кәдімгі анау бровкада жүріп, сол шоу, please, фото, please. Мактоменей болмады ма? Ой, Мактомен жоқ еді. Ол жерде Тахит Чонг болды. Тахит Чонг, Шоу, Грант болды, Туанзебе болды. Лингардиньо болды. Лингард болды, Туанзебе болды, Аксель. Сосын ана жігіт болды. Грант болды дейді, Грант 37 жастағы бір шал болды. Без присухаға да келді сол. Сосын ана Гарднер ма, қазір Эвертон ойнап жүрген. Как раз сол кезде бір ауруынан айығып, по-моему, қателеспесем, жаман аурумен ауырды да, енді келіп жүрген еді.
ол жақсы не өзі жартылай қорғаушы негізі Иә. соның таланты бар деп соны айтып жүрген. Бірақ не дегенмен енді өңшей жастарды алып келді да. Бұл жолы Челсиде тура сол нәрсе жасайтын ол сияқты. кезде Юнайтедтағы мысалы Лингардтың өзі үлкен дәрежеде жұлдыз ғой. Иә. Қазір Челсидің негізгі құрамында мысалы Қазақстанда футбол көрмейтін адамдар Бастады мыналар десең да. Иә. жаңағыдай Жоқ, иә, бір дұрыс, анық жұлдыз кім шығар? Энцо Фернандес шығар. Жоқ, енді мысалға менің ойымша кім келеді деген сұрақ туындаса, мен бірінші кезекте айтам, Дюсбери Холл келеді. Ортаға Чезаре Казадей келеді дейсің да, бірақ қалың елім қазағым оны білмейді. Сол ғой, соны айтайын тұрмын ғой мен. Андай футбол қатты қызықпайтын адамдар Иә. білмейді. Ал Кейбір адамдар былай да болды енді, қанша әзіл шығар деп үміттенемін мен ше. Өкінішке қарай Чезаре Казадей келе алмайтын сияқты. Сары қағаз ба? Қызыл қағаз болып кетіпті. Қызыл қағаз болып кетіп па? Иә, 97 минутта. екінші сары қағаз алып, Чезаре келе алмайды екен онда. Иә, сау бол деді ғой. Бірақ қара Бармаймын мен Қазақстанға деген сияқты 97. қызыл алу керек. Бармаймын мен, кім бар, аяқ деген сияқты біреудің. бірақ мысалы қара, мына Хайденхаймен болған ойында Иә. Джейдон Санчо жүр, Нкунку жүр, Мудрик жүр, Бадашил, Дисаси, Дюсбери Холл, мысалы, Иә. Адарабия, Иә. Вейга, мысалы, бұл ойыншылардың бәрі енді жалпы бір адамдарға танымал болмаса да, футболдың ішінде жүргендердің бәрі Біледі. бұларды жақсы біледі. Нкунку болса тіпті жұлдыз ғой енді. Бундеслиганың үздік ойыншысы болып не істеп жүрген ол. Қарсылас Хайденхайм, Бундеслига. Иә, бірақ бұл бізге енді Қазақстанға мынау қосалық құрамда отырған, мүмкін Әлекең Челсидің жанкүйері болғандықтан соларды таниды шығар. Мен мысалы мына жігіттерді Дайер, Джордж, Мхеука, Мен бірден айтайын. Раксакүй дегендерді Бірден мен мысалы айтайын. танымаймын. Карнич Комека келеді. Иә, Тайрик Джордж келеді да стартовыйдан шығады. иә. Себебі бұл жігіттің академияның мен деген ойыншылардың бірі Раксаки шығып қалуы мүмкін. Білмеймін, ол кезге шейін мынау келісім шарт мәселелері шешілсе, Ачимпонг келіп ойнап қалуы мүмкін. Ачимпонг деген бізде орталық қорғаушы бар, оған тіпті Реалдың өзі қызығып жатыр. Бірақ қазір контрактымен мәселелер болып ойнатпай жүр ше. Гью келеді, менің ойымша. Мудрик келеді. Марко Гю, Мудрик, Вейга дегендерді көретін сияқтымыз. Көреміз, иә. Және осы құрамға қарсы Астананың қандай шансы бар дейсің ба? Бұл жерде енді Астанаға плюс болатын факторлар біріншіден енді біздің ауа райы және жалпы енді осы орталық стадионға бір үйреніп қалғаны деп айтсақ болады. Полный трибуна. Иә, сосын Челси жаңа джетлаг болады, ұшып келеді, анау мынау сол жағынан қалай адаптация жасайды, сол бір мәселе. Бірақ ол мәселені мен қатты алмаймын, өйткені Челси біз екінші, үшінші құрам деп отырық қой, ол жерде көбінесе жас футболшылар да бүйтіп сол перелеттан бір қатты қиналатын ойыншылар болмайды ол жерде. Енді сен жас болған кезде, мен мысалы 20 жасында спокойно ар ұшып жол дегенді мүлде сезбейсің сен. Ал мысалы анау 30 жастан асқан футболшыларға ол кішкене енді напряг болады. Бұл жерде Челси одан қатты қиналмайтын шығар. Басты мәселе сол ауа райы деп ойлап отырмын, және осы біздің алаңға бұл негізі күзде мына келіп жүрген командалардың жаңа ұлттық құрама ойнады осы орталық стадионда, көбісі Алматыдағы жаңағы төсенішті бәрі мақтайды, негізі жақсы дайындап берсін, молодцы деп. Бірақ енді декабрьда қалай болады, ол мен үшін құпия. Жақында ғана бардым орталық стадионға. Көрдім. Зор, иә. Ешқандай өзгеріс жоқ. Жаздағандай, қазірде сондай. Мүмкін қар жауып, жаңағы. Қар жауып, иә. Бірақ білеміз, орталық стадионның агрономы өте керемет жұмыс жасап жатқанын. Бұған дейін де мынандай ақпарат бар да, жаңа тағы да сұрақ қойды. Челсиға дейін, мысалы қарап отырсақ, бүгін 30, иә, 12 күн бар. 12 күн футболшылар не істейді деген сұрақ туындады. Сонымен Бабаян мынандай жауап берді. Біз қазір Өзбекстанның, Қырғызстанның клубтарымен мүмкін жолдастық кездесу өткізуіміз керек деді. Біз жоқ дегенде бір жолдастық кездесу өткіземіз деді. Кіммен екенін білмейміз, бірақ осы жақтың клубтарын қарастырып жатырмыз деді. Енді бір кішігірім сбор сияқты болатын сияқты ғой. Бір жерде бір ана тренировкалық бір план, сосын как минимум бір ойын жасау керексің, сен ана тонус сақтап қалу үшін. Тренировка, бірақ ойын бөлек қой ол. Сонымен не күтеміз Челсиден? Мен кез келген нәрсені күтемін. Манчестер Юнайтед флешбек солай бола ма? Солай бола ма деп тұрмын, өйткені жаңағы Бабаян айтып отыр, фактор стадион деп. Осы жолы мүмкін жанкүйерлердің барлығы, сосын Челсидің құрамы
жастар болған. иә Жаңа ауа райы бәрі бірге қосылып ұтып кетсе де таңғала болмайды. анау Манчестер Юнайтедпен болған ойында негізі стадионның жартысы Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлері болды да. Бірақ солардың өздері Астананы қолдап отырды, өйткені Манчестер Юнайтед кішкене өкпелетіп жүрді, анау совсем бір ешкімге керек емес футболшыларды әкеліп қойғаннан кейін, сондықтан бұл жерде де мүмкін сондай жағдай болып кетеді. Бірақ мен Өзің кімге жанкүйер боласың? мен Астанаға басында айттым мен бірден. бірақ мен қатты таңғала қоймаймын, мысалы Челсиға қарсы ойында жарты стадион Челси деп айқайлап жатса. Демеу керек енді, бұл жанкүйерлер олай жасамалған. Мен өзім мысалға жеке 2003 жылдан бері Челсидің жанкүйерім, 8 жасымдан бері. Иә, сөзсіз Челси келеді, өте қуаныштымын, көреміз дегенде ше, бірақ Астанаға болсын, кез келген қазақстандық құрамға болсын, ойнаған кезде қандай құрам болсын, ол қазақстандық құрамға біз жанкүйер болу қажетпіз, ол біздің сол бір патриоттық сезіміміз ғой негізінде. Одан кейін де Челси енді жарайды өтсін дейік, АПЛ-мен ойнаймыз. Мен үшін қазіргі таңда осы плей-оффқа кезең тағдырын шешетін осы ойын болып тұр. Челсимен ба? Челсимен емес, АПЛ-мен болып тұр. Менің түсінігім бойынша. Жоқ, мен былай ойлаймын, Челсиға ұтылып қалса, АПЛ-мен ойынды просто сливать ете салады. Тезірек демалайықшы деп. Осы Челсимен болған ойында, мысалы 3 ұпайға қол жеткізсе, онда АПЛ-ға кәдімгідей дайындалады. Кәдімгідей дайындалып кішкене. Өйткені қара 3 ұпай алдың, даже 3 ұпай емес, 1 ұпай алғанның өзінде, вот 1 ұпай алғанның өзінде саған анау 24-ке кіруге шанс өте жоғары болады да. Сондықтан сен АПЛ-ге дайындаласың. Ал ұтылып қалса, мысалы Челсиға қарсы ойында ары қарай 4 ұпай, енді АПЛ-мен біз сырт алаңда қазір не істейміз, ұтамаймыз ғой. Ниче ойнап қалсақ 5 ұпай ғана болады, ол 5 ұпай жетпей қалады. бардық деп айтады. Иә. Мен ойлаймын, ең маңызды ойын осы Челсимен. Челсиді ұтып алсаң, сен ойлашы қандай бум болады, импульс береді бұл нәрсе деген. Импульс, инфоповод, жалпы біздің қазақ футбол үшін де қайтадан бір пиар болып кетеді. Бірақ АПЛ туралы енді ақпарат айта кетейін, маған түскен ақпараттар бойынша Кипрға 5-6 күн бұрын ұшып барады Астана. Өйткені ол жақта жылы ғой. Иә, жылы. Сол жақта жаттығу жасайды, бүкіл жаңағы сағат белбеу болсын, алаң болсын, барлығына үйреніп алады да, сосын барып бірден АПЛ-ға ойынға шығады екен дегенде ақпарат келіп түсті. Не істейді енді, уақыт бар, ойын жоқ, ішкі біріншілігі жоқ. Иә. 10 күн бұрын барса да өзі. Одан қалса Челси 12-сіне, АПЛ 20-сына ма, 21-не ма, сондай ғой. Арасы 8 күн, яғни Челсиден кейін 1 күннен кейін ба кетейін деп тұр ғой. Иә. Жалпы енді. Кішкене енді сол Кипрға жетіп алса, ана қатты қайратын ойыншылар Таиландта жүр деп қатты қызғана қоймайды. Олар да жақсы дейсің ғой, теңіз жанында ма? Түсінікті, жалпы Астана плей-офф кезеңге шығады ма? Мен дәл қазір бір 30% беремін. Шығатынына. Мен негізі сенбеймін. Челсині көріп жатырық. Челсидің даже толық жаңағы 3-ші құрамы шықса да жеңе алады деп ойлаймын мен негізі. Өйткені енді деңгейі әлдеқайда жоғары футболшылар ғой. Бұл жерде сондай бір енді бұл футбол ғой. Алаңда неше түрлі нәрсе болып қалуы мүмкін. Мысалы Астана кез келген ойында мысалы Мадридтің Реалында жеңіп кетуі мүмкін. Бұл жерде. Бірақ енді бұлай прагматикалық түрде қарасақ, әрине Челси да фаворит, және бұл ойында жеңіліске ұшыраса, онда келесі АПЛ-мен болған ойында мотивацияда қалмай қалатындай болып тұр менің ойымша. Сондықтан мен Астана плей-оффқа шығады дегенге қатты бір сене қоймаймын. Мади бұл жерде оптимист болып тұр деп ойлаймын мен. Мен Алматыдағы Челсимен ойын жақсы нәтиже береді деп ойлап тұрмын негізі. Сеніп тұрмын. Өйткені жас балалар келеді, Астана қазіргі ойыншылар алаңда жүрген, өздерін барынша көрсетуге тырысады. Ол либо жирный контракт, либо жақсы трансфер ғой болашақта. Сол Грипши болсын, Камара болсын, Чинедулар болсын, барлығына бір мүмкіндік қой негізінде беріліп тұрған. Жирный контракт болмаса да, сосын бір мансабыңды аяқтан кезінде Челсиге қарсы ойнап отқан едік дегенде, мысалға қазір Манчестерді отқан ол тарихта жазылып қалды ғой. Ол ертең 50 жылдан кейін шықмайды беді, 3-ші состав келген еді ғой Манчестерден. Жаңағы Гарнерлер жүгіріп жүрген ғой. Ол жерде еще анау бір тарихта қалған ойындарда, мысалы анау құрамдар қалмайды,
нелер қалады есеп ғой. қалады ғой. Есеп қалады да, қалады. және голды соққан футболшылар қалады. Ана жерде гол соққан Лингард болып тұр да. Ой, Лингард ғой, мәссаған. Лингерт ойнаған кез болып кетті ғой деген әңгіме ғой. Деп не істеуі мүмкін. Түсінікті. Онда Дидар сен пайызбен 30-дан төмен ба? 10%. 10%. Енді мен оптимист емеспін жалпы өмірде. Жоқ, көрейік. Жалпы бүгінгі ойында отқан кезде менде мынандай да ой болды да, осы ойынды қарап отқан кезде стадионда жеңіп жаттық қой 89 минутқа шейін. Ана Фортуна немесе бір бап деген бар ғой. Сол анау Карма дегенше, сол ана екі Пафос пен Ньюсейнс үшін қайтарып жатыр ма деп ойладым мен. 3 ұпай қазір сендер сол жерде ұпай алуларың керек еді ғой. Соны бірден кейін Виторияға қарсы қайтарып берейік, сенсация болсын дегендей бола ма деген ек. Бір ұпай да жаман емес, бірақ дәл осылай Челсимен де негізінде тең ойнауға да негізі тіпті жеңуге де мүмкіндік бар. Құрамға байланысты енді ол. Челсиді жеңіп кетсе, мен үшін өте керемет нәтиже болады. Өйткені мен екі Әлімжанға прикол ұстай аламын да. Даже Астана Иә, даже Астана Челси бұрын жеңіп маған кетті. Анжи қотылып еді ғой сенің Ливерпульде. Сондай әңгіме болады. Сондай әңгіме. Иә, түсінікті. Олай болса, соңына қарай да кеп қалдық енді. Жалпы енді екеуіңде ойларыңды көрдік. Бірақ мен өз ойымды айтатын болсам, білмеймін, мен шығатын сияқты. Себебі менде керісінше болып тұр. Челсиге ұтылғанның өзінде де қазір АПЛ-ге қарасақ, АПЛ жаңа ғана өз ойынын жеңді дағына 7 ұпай жинады. АПЛ-ге де нәтиже керек болып қалды. Нәтиже керек болғанда келесі ойында АПЛ Ноамен ойнайды. 10 ұпай болады дейсің бе? 10 ұпай болады, ал АПЛ ар жақта енді өзінің кипрдегі мәселесін шешу керек. Не үшін Астанаға қарсы бір андай ойнайды дегенде 8-дікке кіру керек қой АПЛ. Егер Ноаны ұтатын болса. 8-дікке кіре алмайды-ау. Қиын себеп. Мына жақта Фиорентиналар бар, басқалар да бар дегендей. 13 ұпай жетпей қалуы мүмкін ба сонда? Жоқ, 13 ұпай. 8-дік Астанан ұтса ма? 13 ұпай жетуі қажет. Көрдің ба? Онда АПЛ-дің де жаңа турнирлік задачалары. 8-дікке кіріп алып, екі ойыннан құтылған дұрыс қой? Ол да бар, көрейік не болса да, бірақ менің қалауым да, жаңағы жанкүйерлігім де және түсінігім бойынша да Астана негізі плей-оффқа іліну керек. Бұл жерде бір 20-шы неме 18-ші орын емес, сол ілініп салынып 23-24 топ соңғы билетті алып, әйтеуір соңында бір мен брат алып кетіңдерші, зайчик болып деп. Қазір Астана мен Реалдың жағдайы бірдей болып тұр ғой. Иә. Екеуінің жағдайы бірдей. Астана енді дәл қазір, мынау түнгі сағат 1-дегі ойындарда басталды, 24-ші орында тұр екен. Бұл орыннан төмен түспейді енді. Осы турдан кейін. Ол бетон. Амония жеңсе де жеңілсе де керісінше 23-те болады. Сол үшін де көрейік, сәттілік тілейік. Осы алдағы екі ойын қалды. Челсиге қарсы билеттің бірінші сатылымы, ол туралы айта кетейікші. Бірінші сатылымы шықты, ол жаңағы қақпаның артындағы трибуналарға және де мынау бастырманың асты емес, яғни шығыс трибунаға сатылды. Ойын жақындаған кезде желтоқсанның басында мынау жаңағы батыспен қайтадан бос қалған трибуналарды қайтадан шығатын болады, бірақ батыстың енді бағасы қымбаттау. Шамамен 20 мыңнан басталатын сияқты осы батыс. 14-15 секторлар 25 мың теңге тұрады деп айтайыншы. Ол қымбат емес негізі. Негізі қымбат емес, бірақ 10 мың теңге деген 12-ші желтоқсан күні қуасыңдар ма дегенде комментарийлерді оқыдым да. Бұл енді Челси, құрметті көрермен, бұл Грант, бұл әлемдегі жалпы топ 10-ға кіретін клубтардың бірі ғой. Мен үшін тіпті топ 1 клуб дегенде. Осы жерден де олар кішігірім бір өкініп жүрген сияқты, өйткені Астана арена болса сен 30 мың толтырып алатын едің. 30 мың толтырып алатын ең. Алматылық орталық стадионда енді аздау билеттер сатылады. Мен қымбат емес деп жатқаным жалпы мынандай да, Норвегиямен ойын. Иә, ол қымбат қой негізі. Норвегиямен ойында 25 2 есе қымбат сатып жатқандарды көрдім ба? 40 мың, 50 мың. Сол қымбат та негізі. Бұл бірақ ол жерде сен гарантированно Эрлинг Холланд келеді да мысалы. Ал мына жерде Джейдон Санчоның келерінің өзі под вопросым болып тұр. Одан қалса бұл ойыннан кейін Челси Брентфордпен ойнайды. Ол да маңызды ойын дегендей. Мысалы Челсидің басты жұлдыздары қазіргі таңдағы жаңағы Кол Палмер дегендер жоқ, мүлдем заявкада жоқ плей-оффқа шейін. Түсінікті, құрметті көрермен, олай болса енді осы Астананың қазіргі таңдағы жағдайы туралы, мынау алдағы болатын ойындарға
мүмкіндіктері туралы, жалпы осы Бабаянның екінші құрам жібергені дұрыс па дұрыс емес пе деген сұрақтарға жауап беруге тырыстық. Бүгін студиямыздың қонағы Спорт плюс Қазақстан телеарнасының комментаторлары Дидар Есемшин және Мади Жораев, ал мен сіздермен болған әдеттегідей Париматч Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.